Ебать, мынаны қараңдар. Мәссаған күшті, иә. Короче, бәріне сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Иә достар, бүгін көріп тұрғандарындай мен артында тұрған күшті сакуралардың және үй салатын боламыз. Қараңдар, керемет видео, ана жерде тұрып, осылай дүрбімен қарап тұрсан күште. Давайте осыған үй салатын боламыз. Сендер обязательно арнаға тіркелу, лайктарыңды басып кетіңдер, ал біз кеттік. Короче, біз көріп тұрғандарында мына сакуралар мекеніндеміз, иә. Короче, түсіндіңдер. И мына жақтан прям күшті көрінеді екен вид, қараңдар. Осындай дәу үйім болып, мына жақта қарап тұрғанға не жетсін, иә. Давайте осы жаққа біз осы нелерге арналған блоктармен үй салайық. Такс, біз қандай блокпен салсақ болады, например. Все бұндай емес, анандай әшейін дубтікмен салайға. Сакураны сынап жаңағы вишня екен. Вишналар армасында. Осылар блоктарда балайық. Достар, мен көріп тұрғандардай өзіме мынандай кәдімгі ағаш сияқты саламды үйімді. И бірақ дәу қылдырамын, солай үй салатын болам. Типа ағаш істеймін, но іші үй болады. Типа ағаш үй. Осылай үстіге қарай көтеріп алайық бірінші. Мен лестница несін құртады ғой, сол үшін лоза алдым. Слишком үлкен болып кетпеді ма? Болады. Мына жақтан стек. Лоза алдым, достар. Лозада сондай ағаш шырмауық қой. Ағашқа жабысып тұрады. Ол да бір құртама деп тұрмын, потому что вишняны ағашы болғандықтан. Сол үшін құртама деп тұрмын. Осылай төртеуден көтеріп алдық. Давайте көріп көрек лозаны. Лоза, болады, иә? Бола ма? Или не толық қалды ма? Короче, сонда көретін боламыз. Бізде енді төбесін салайық, еденін. То есть осындай блокпен жабайық, мынаны бүйтіп, осылай бірінші осы жерден жауып алайық. Осылар жабайық. Достар, мен мынандай болып қалды. Блин, қараңдар, менің яқта паук жүр. То есть науым ошибка кетті осыдан. И үйімнің шатыры, то есть крышка деп ғой, крышасы мынандай болды. Но біздің үй тура бұлай қалмайды, сондықтан жөндейміз. Такс, біз қалай жөндесек болады? Примерно, бұнда емес, мұнда қойық, иә, осылай. Типа кәдімгі ағаш сияқты істеуіміз керек қой. Бізге осылай істеп тастайық бә. Осы жағын істесек болады. Үйдің алды осы жақ қой. Жоқ, бияқтан мен панорамный терезе шығарамын, достар. Мен әлі ешқандай терезе шығармадым. Үйге терезе деген 0 бізде. Сол үшін мен жақтан дәу бір панорамный терезе шығарам келіп отыр. Примерно. Осы жете ма? Жоқ, мынаны алып тастауымыз керек. Все. Крыша кет қалмасын. Мен үйдің іші ебать, өзім алғаш рет кірдім енді. Күшті болғанда. Но бізде әлі бұл бітпеді, сондықтан розовый тереземен жауып шығайық. Әлі үй до конца бітпей жатыр. Но біткен соң тоже әдем болу мүмкін. Думаю, достар, бұған біз факел қоймайды шығармыз, иә? Потому что факел қойсақ, үйдің несін құртып жүре ма, иә? Бір видон құртып жүре ма? Қалай? Жабыспай ма не? Ладно. Үйдің видон құртып жүретін шақты, иә, факел? Бұтшы оның орнынан андай нелер бар ғой? Розовыйлар бар еді ғой? Не сияқты? Фонарь сияқты розовыйлар. Давайте сондайдан қоямыз, сол кезде үйдің видон құртпайтын шығар. Екшет ашық кетті. И бізде есік қалай, иә, далаға қарай. Оны ойламадым әлі. Но мен үйді ойламаған вообще негіз. Бұндай үй салам деп те ойламадым. Бұндай үйім болады деп те ойламадым. Яқтан ауа кіріп тұрады, короче.
короче бізде төсегіміз мұнда тұрсын, иә? Типа осылай ма, или жоқ, бізде осында тұрған жақсы, екі шетке бірдеңе қоямыз дегенде осы екі төсек тұра берсін. Бізде кішкентай бір комнаталық үй ғой. Главное бізге өзіміз бұл үйде тұра алсақ болғаны. Басқа мен есік абаға ғой кәдімгідей. Мынаяқтан шығарамыз ба, артынан лестница қалдырып түсіреміз, или астынан түсеміз ба? Қатсек болады екен. Лестница болмай қалады, иә? Ладно, мынаяқтан лозадан түсейік. Мен мынаны жөндеп алайын. Короче, достар, міне мынандай бола береді. Мынақа бір блок қоса салдым дегендей. Так, онда біз лозамызды аламыз да. Так, бұны осылайынан қоямыз ба? Или лестница қойсаған жақсы ма? Лестница некрасиво болып қалады. Қараңдаршы, тем более бізде ағаш үйда. Лестница тұрса странно көрінеді ғой, да? Бізде бұл жақта, есіктің орны бәрібір, иә? Арт қойып шығайық десіз. Міне, короче, есіктің жерден болады екен бізде. Или нанды тесеміз осылай, иә? Осылай болсын, типа нияқтан етіп, кейін аған жабысып, кейін апауқты бір өлтіретіндей болуымыз керек, короче. Құра, тестім сен үшін жердің бәрін. Ладно, міне, иә? Чуть-чуть өні кірді үйіміздің. Мына жақтар бір пустой болып қалды ма, бір дене жеткіліксіз. Короче, үйдің ішін жөндейік барып, мына жақтан бетіп келемізді, наған мінеміз, наған кір кетеміз. Короче, достар, мен үйімді осындайлармен безендіретін болып, типа наяқты намен жауып қойға. Нер жабаймыз ба? Жоқ, намастыға кетіп қалды. На жерді жабамыз ба, или не надо ма бұл? Құлап кетпейтін шығарымыз да. Ладно, на жерге, кірген жерге коврик қойып қойық, ковер. Осындай, кейін бұны біз мына жаққа қарай апарайық. Типа төсегімізге баратын жол істеуіміз керек. Мен мынандай мектепке кетіппін, ладно. Міне енді мыналарды ақпен істеп тастайық. Сезімді. Бас кеттім. Ғашық болған кезімді, көргенлер көзімді. Короче, мыналарды осылай қойып шығайық. Осы жете ма, или бір менде отыратын жер керек та, кстати, я забыла, типа демалып отырамыз ғой, сондай жер де керек маған. Бір мына жақта ма видқа қарап, либо мына жақта отыратын тот самый отыратын жерлер бар екен. Мен мынандай земляны неге алды десеңдер, мен үйге сирен еккім келді. Мынаны бүйтіп жауып қоямыз. Былай қарай жауып кетті. Ладно, мынаны бүйте салсақ болады ма? Міне, земляға егіледі сирендер. Міне, үйге басқа подходящий гүл таппадым, розовый тем более. Сол үшін сиренді алдым. Болатын шығар, Так, келесіде қандай видео түсірсем болады, қандай үй салайын, қандай жерге салайын, соның бәрін комментарға жазып кетіңдер. Мен обязательно оқып, сол үйді салатын боламын. Қандай биомда болсын, соның бәрін жазып кетіңдер. Міне, енді бізге әшейін горшоктар алдық, оны. Мені достар, типа мен айтып едім ғой жаңа. Мені үйге факел болмайды депші. Осы жараспай ма, сәл басқа розовый-түсі жоқ екен. Жоқтына ерке емес, бір ортаға істеп қойға. Ортаға ромашканы кіргізіп қойсақ, мені төсеп қойсақ, әдем көрініп кетпеді ма, Бетте, тем более, мына жақта күшті көрініп тұр. Короче, достар, үй маған ұнап жатыр. Енді бізге диван істейік. Короче, достар, мен диванды осылай істедім. Ақ пен розовый алдыр, потому что үйде бізде ақ свет те бар, розовый свет те бар. Қалай, типа нерде отырады, нерде жататын диван ғой.
шаршап келіп отырасың дегенде басқа телевизор жоқ, потому что бұл неде мирда мод жоқ, кіргізбедім. Негізі кіргізуге болатын еді, бірақ не надо, керек емес. Мына шеттеріне былай қойып қойсам қалай болады? Сәл неғып, потому что қара болып тұр да. Жоқ, прям тақап емес, неға тақылмайды, иә. Давайте онда мына жаққа бір тақап қойға болады. Типа бір не беріп тұрады үйге. Горшоктар керек емес уже. Кейін мен төсегімді жөндейін. Давайте онда кроватьта да көрінер, ақ түс бар екен. Мына жақтан осылай істеп қойық, бірдеңе қылдырып кроватьімізді. Бола осылай. Мына жақта да сөйтіп қойсақ, мына жақта розовый болмай, енді мына жақта болады. Міне, осылай істеп қойсақ болады, иә? Келесің, жатасың. Болады, мына шетке де цветтер қойып қойық, свет. Бұл міне, мына да горшокқа гүл егіп қойық. Міне, нормально болды. Кейін бізге қандай гүл керек? Гүлдер қандай болсын, достар? Қандай гүл егілгені жақсы, либо қайсы үйімізге жарасады дегенде ғой. Тем более мен кроватьымда тұрады. Соға нормально. Давайте. Мына гүлді егіп көрікші. Огнецвет па сондай, короче. Көбей шошып кеттім ғой. Огнецвет. Егіле ма? О, как раз әдемі, иә? Вот. Бізде қазір міне көрсетейік. По идее, үй бітті, иә? Келіп, осылай істейміз. Короче, достар, үйдің сырты мынандай болды. Сырты онша әдемі болған жоқ. Ал ішін көрсетіп кетейін мен сендерге. Міне осылай лозадан көтеріліп үйге кіріп келеміз. И осындан тұрып, паласқа келеміз. Если даладан шаршап келетін болса, осында отырып демалып аламыз дегенде. И мына жақта чуть-чуть ауа кіріп тұратын есік. Кейін самый главный панорамный терезе мына жерде. Анандай ар жақтағы вишня деревняларды көріп тұрамыз дегенде. Кейін бізде мына жерде көріп тұрғандарындай кроватым. Үйде сундық жоқ екен, ол керек емес бізге. И мынау қандай есік десеңдер, мен балкон істедім. Міне қараңдар, типа мына жақта да осындай сирендерді күшті әдемі вид көруге болады. Міне үй ұнаса 10-нан 1-ден 10-ға дейін баға беріп кеттіңдер. Міне үйдің сыртына барық. Міне, если менің үйімді көріп келсеңдер, қонаққа келіп тұрыңдар. Сендермен болған дейді. Келесте комментарийға жазып кеттіңдер осы видеоның астына. Келесте қандай видео түсірген, қандай үй салайын, қандай биомда, соның бәрін комментарийға жазып кеттіңдер. Мен оқып сол видеоны түсіретін болам обязательно. Сендер каналға тіркеліп, арнаға тіркеліп, лайктарыңды басып кетіңдер. Ал біз кеттік.